Құрметті қонақтар, бүгінгі берік отбасы берекелі шаңырақ атты кездесуге қош келдіңіздер. Қазақта отан отбасынан басталады деген керемет сөз бар. Отбасы адам баласының ең қымбат қазынасы, тәрбие мектебі. Бүгінгі шарамыз отбасылық құндылықтарды дәріптеуге, ұлттық салт дәстүрлерді насихаттауға арналды. Енді өз шаңырақтарыңыздың құндылықтары мен дәстүрлері жайында айтып өтсеңіздер. Құндылықтар дегенде адам күнде қасында жүргесін байқалмайды. Қазір жасымыз 70-ке келгенмен көңіліміз жас, кеше ғана сияқты болады. Өмір деген қас-қағымдай сәт. Олардың айтқаны бар ғой, қас-қағымдай ғана сәт екен. Соны 1975 жылы ноябрь айында 26 ноябрь, 29 ноябрь. Сонда біз Алматыда студент кезімізде, 76 жылы 75 студент кезімізде бас қостық. Негізі әйел адамдар сол берекені де, бірлікті де сақтайтын отбасындағы. Енді жарайды, ашулануы мүмкін, отағалары. Оның бәрін ақындап, сабырмен кемшіріп, арғарай сол негізі әйел адамға бәрін жөндейтін. Балаларға да тәрбиені беретін әйел деп ойлаймын. Себебі ер адамдардың бәрі күндіз күні бойы жұмыста болады. Балалармен жөнді көп болмайды ғой негізінде. Соның бәрі өзіміздің қасымызда жүр ғой балалар. Соның бәрі жаңағы ұлттық құндылықтарымызды былай істе, былай жаса, немесе мынандай болады деген сияқты, соның бәрін құлағына сіңіріп отырсақ, сол бала кішкентайынан бастап жаңағы ұлттық құндылықтарға біліп өседі деп ойлаймын. Сол негізгі бірлік бәрі сол әйел адамға байланысты деп ойлаймын. Бауыржанымыз кәдімгі бүткіл Москваны қорғаған 12 рет батальонмен қоршаудан шыққан батыр Бауыржанға, сіз батырсыз жоқ, мен батыр емеспін, батыр қазақтың қыздары деген. Мен біреудің үйіне бір күнде түнемес едім дейді. Ал олар өмір бойы басқа бір үйге келіп, сол отбасын тілеп, соның өркенін өсіп өрісін кеңеюіне себеп болады. Ең батыр осы аналар деген. Балаға барлық құндылық сол отбасынан қонады. Ұшқанда ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың дейді ғой. Ал білімді болу ол екінші тәрбие түрі, мектептің тәрбиесі. Білім аспандағы құс дейді, ол тек қана қанаттыларға қонады дейді. Қанатты болу үшін сол отбасында жақсы тәрбие алу керек деп ойлаймын. Анау Сырым батырдың өткен ғасырда бір айтқаны бар екен. Әркімнің мінген аты өзіне тұлпар, әркімнің сүйген жары өзіне сұңқар дейді. Балаңның тәрбиелі болуы, өзіңнің айтқанда жұмыста таза, адамгершілікпен жүруің, артық дүниелерді істемеуің. Екі адамдар, ер адамдар, отағасы да, отанасы да бірлікте болу, ауызбіршілікте болуымыз керек. Өйткені біз отбасымыз отырған кезде, дастархан басында үнемі бір жақсы әңгімелермен, бір қызықты, әсерлі, тарихта қалған нәрселермен әңгімелесіп отырамыз үнемі. Олар сұрақ қояды, бүйтті ма, сөйтесіз ба деген сияқты. Соларға үнемі біз ауызбіршілік болады. Мысалы, адамгершілік тұрғыдан тәрбие беріп отырса, ол отбасының үлкен бірлігі деген сол. Біздің өзімізді тәрбиеледі ғой ата-анамыз. Ұят болады, тыныш жүр, өтірік айтпа деп. Біз үнемі сол балаларымызға солардың бәрі құндылық қой оның өзі де. Соның бәрін беруге тырысамыз. Енді Құдайға шүкір балаларымыз қазір Құдайға сансыз шүкірлік етеміз. Біреудің алдын кесіп, ол бір үлкен өрескел әрекеттер істемейді. Бала тәрбиесі, баланың жаңағыдай жақсы тәрбиеленуі, баланың саналы болуы, жаңағы қазақ салт дәстүрді сақтай алу деп ойлаймын. Қыз бала шешеге қарап өседі, ұл бала әкеге қарап өседі дейді ғой. Жаңағы үнемі тәртіпті бол, сабағыңды жақсы оқы, мектепте жаңағы бөтен балаларға артықлықтар көрсетпе, тәрбиелі бол деп үнемі айтып отырамыз. Ода бір жаңағы
балаға деген тәртіп деп ойлаймын. Балаларымыз жаңағы ештеңкеден кем болмасын, ортада жақсы жүрсін, тәрбиелі болсын, өскенде сол жаңағы отбасынан алған тәрбиені ары қаратай өрбітіп, дамытып, үнемі сол жақсылықтарға кенелсе деймін. Келесі сұрақты Кәрім аға қойғым келіп отыр. Егер жұбайыңызды бір кейіпкерге теңеу керек болса, қандай кейіпкерге теңер едіңіз? Үйдегі балалардың атқарылатын жұмыстардың бәрінде мен айтам да қоям, бірақ басқасында осы кісі жүреді, бәрін ұйымдастырып өзі жүреді. Мен құр былайша айтқанда идеяны да тастаушыға. Мен ғана келмесем сен де сондай. Мен бірдеңе істейін де мен құр айтам болды. Керегін тауып берем, қалғаны тұтас. Осы кісінің қолында, сондықтан мен бұл кісіні сол Әмина қазақтың бір туара актері бар, актрисасы. Әмина Өмірзақоваға ұқсаттырам. Күліп жүреді. Өйткені жаңа бір бойдағымыз бар, өзі лаз күліп сондай болатын шығар. Отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынасты жақсарту үшін не істеу керек? Отан отбасынан басталады деп босқа айтпайды. Сол бүткіл отанның тірегі сол болады, сол отбасы түзу болса басынан. Фундаменті мықты болса, ана бәлен қабат үйлер қанша жер сілкісе де құламайды. Сол фундамент дегеніміз сол отбасының тәрбиесі. Құралақар емессіз ғой, сондықтан бір домбыра шертіп, бір өзіңізді көрсетіп Қызыл түлкі секілді уақыт шіркін алдайды, байлықты bulsаң базарлап түнде саған сол қайрей. Бағында өскен бәйтерек күтімін тапса солмайды, арманы биік асыл ұрпақтың қамын ойлайды. Отбасыларыңызда қандай болады деп көздеулеріңізді естідіңіздер? Енді 5-10 жылдан кейін жаңағы үлкен кісілердің сияқты берекелі үлкен отбасы болады деп елестетеміз. Яғни балаларымыз оқыған, еңбек еткен, бір маман иесі болған деген сияқты. Өзіміз отбасын солай елестетеміз. Алғашқы кездескен күндеріңіз есте тұрса? Алғаш сол тойда кездестік. Бір дос баламның тойында құдаша болып келді. Сол жерде кездесіп, сол жерде сөйлестік. Содан танысып кеттік. Үлгілі отбасы қандай болу керек деп ойлайсыз? Мынандай болады деген ережесі, үлгісі барлық отбасына бірдей болатын үлгісі жоқ. Неге? Себебі әр отбасының өсу жолы, өмір жолы, оның ата-анасы басқа, туылысы басқа. Ол емес, егіз туған баланың өзі бір-біріне ұқсамайды. Оның бәрі сол тәрбиеден, үлгіден, көргенінен, ұққанынан, білгенінен, көре-көре көсем боласың, сөйле-сөйле шешен боласың дейді қазақ. Жан-жағынан, ата-анасынан, ана баланың мен адам баласының мінезін сүюге болмайды деген тілін кешірейін дейді ғой. Өз алдымызда. Себебі адам баласы туылған тәрбиелеуге болады, үлгілі отбасын жасауға болады. Өзіміз бәріміз үлгілі болсақ, жақсыға ұмтылатын болсақ, жақсыдан көрген, жаманнан жиренетін болсақ, балаларымызда бүткіл жүрген жерімізде осыған тәрбиелеп, осыған үлгі көрсетіп, әрқайсымыз сөйтіп тұрсақ, бұл отбасы болады. Бірақ ол бәріне бірге үлгі болады деп айта алмаймыз. Жаңа айтып отыр ғой, отбасы сабақтастығы деп жатырмыз, қыз баланы, ұл бала тәрбиелеп отырмыз. Міне мына кісілер қаншама балалар тәрбиелеп, шәкірттерден бөлек өз балаларын, оның немерелерін алып келіп жаздай бағып жүресіздер. Сізге енді қазір солай айтып жатыр. Негізі қыз бала туралы айтатын болсақ, әйел адам туралы айтады. Жаңа сіздер айтып жатсыздар. Барлық нәрсе әйел адамның қолында дейсіздер. Әйел адам енді негізі қыз баланы өз үйінде алтынмен теңесе, сыртта күміспен теңейді. Ал енді анау шынымен отбасын құрған кезде ол темір ғой, темірміз ғой, барлық нәрсеге көніп. Майраш апайды 3 сөзбен сипаттап бере аласыз ба? Өзі мүмкін албанға бір әлемге әйгілі қызым болса, ол 3 сөзге қайтып сыйғызамыз. 3 сөзге сыйғызғаны не дейін дейін? Мен сияқты бір үйдің 10 баланың ішіндегі бір әулеттің еркесін мынандай мыжайған шал жасаған осы мықты. Отбасыңыздан қандай өмірлік сабақ алдыңыз?
балалардың кішкентай кезінен бастап мысалы біз жұмыста болдық, жұмыста болғаннан кейін негізі жұмысқа беріліп кеткенбіз ғой, балаларды шынына қарамайтынбыз, өзіміздің балаларға көңіл бөлмейтінбіз онша. Сонымен неге дейін мектептегі мұғалімдер мысалы мына балаңыз сабағы нашар болып қалды, бүйтіп қалды десе, үйге келіп ұрысып жандарын шығарып сонымен соның бәрін реттеп айтып отырамыз ғой. Содан енді балалардың бәрі жақсы оқыды, бәрі грантпен оқыды өздері. Сол енді біздің тәрбиеміз шығар деп ойлаймын. Енді жаман емес қазіргі балаларда, өзінің әрқайсысы өзінің жұмысында. Алға қойған мақсатымыз жазда баспаналы болдық. Оның өзі бір мақсатқа жету жолының бірі деп ойлаймыз. Және сол мақсатқа жетудің өзі көптеген іс-әрекеттер, алға қойған мақсатымызға жету үшін қаншама қиыншылықтар деген сияқты. Соның барлығына шыдап, төтеп беріп, сол мақсатқа жеттік, баспаналы болдық. Аллаға шүкір. 3 баламыз бар. 3 баламызда осы мектептің білім алушылары. Отан отбасынан басталады дейді. Отбасында жаңағы үнемі тәрбиенің басында әкесі тұрады. Әкесінің жаңағы бір қабағынан қорқады, бір жақсы балалар. Сол ең мақсатқа жету жолы сол жаңағы баспаналы болу. Біздің енді үлкен деп шақырып отырғаннан кейін сіздерге беретін менің бір айтарым ауызбіршілік болу керек. Бір-бірлеріңізбен сыйластықпен ауызбіршілік болса, үлкен отбасы, өнегелі отбасы дегеніміз сол. Балаларыңызды сіздерге қараңыз. Ол екеуміз екі түрлі ақшаны да бөлек анау-мынау деген үлкен ауызбіршілік бар жерде береке де, бірлік те, ынтымақта болады. Тап қазақтың айтады ғой, ырыстан ынтымақ озды. Ынтымақтарыңыз жарасатын үлгілі отбасы болыңыз. Жаңа сыйластық ел болашағына белгілі. Баршаңызға мызғымас шаңырақ, бақыт пен бірлік тілейміз. Келесі сөзге дейін жаңа директордың тәрбиеші назары жақсы. Бүгінгі кездесуге келген қонақтар, сіздерге уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет айтамыз. Күнге байланысты сіздермен әдейілеп кездесу ұйымдастырып отырмыз. Кейінгі сіздердің арттарыңыздан отау құрған жас отбасыларға сіздерді үлгі тұтамыз. Сіздерден аларларымыз көп. Сіздердің жолдарыңызда осы отбасыларыңыздың беріктігін, отбасыларыңыздың құндылықтарын сақтаудағы әр отбасының жаңа ерекшелігін сол кейінгі жас отбасыларына жұғысты болсын. Сіздер жаңағы тек осы кейінгі ұрпаққа емес, өзіміздің халқымызға да өздеріңіздің отбасыларыңыздағы өсіріп отырған ұл-қыздарыңызбен, ұл-қыздарыңыздың осы қоғамдағы алар орнымен ерекше үлкен жаңағы үлгі боласыздар. Сіздерді үлгі тұтамыз. Келіп бізбен ой бөліскендеріңіз үшін, өздеріңіздің отбасыларыңыздағы жаңағы шаңырақ көтергеннен бастап бүгінгі бала тәрбиесіне дейінгі сіңірген еңбектеріңізді бөлісіп әңгімелеп бергендеріңіз үшін көп рахмет. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Немере шөберелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіздер. Ал Құдайымыз орындасын, ата-бабамыздың әруағы қолдасын. Елімізге, жұртымызға осындай бақытты, бақуатты заман орнасын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ертеңгі болашағымыз Қазақстан алдыңғы 10 елдің қатарына қосылатын ел болсын. Сол үшін ұрпағымыз болып, бәріміз болып өмір сүрейік, сол үшін қызмет етейік.